Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Алматыда 2 автобус соғысып, салдарынан бір адам қаза тапқан. Қиылыстағы бағдаршамдар таймерлері тексеріліп жатыр. Бұл туралы қалалық мобильдік басқармасы мәліметтеді. Алматы қалалық мобильдік басқармасының мәліметінше, Абылайхан дағдысы менен Төле би көшесінің қиылысқан бағдаршамдарының жұмысы мамандастырылған монтаждау пайда болған басқармасының қызметкерлері тексерген. Апат болған күні бағдаршам құрылысында ақаулық тіркелмеген. Алайда бұқаралық ақпарат құралдарының бағдарламаларында жұмысы туралы, бағдаршам жұмыстарының ақпараты туралы пайда болуына байланысты бағдаршамдар қызметкерлері мамандар арқылы және де тексерді. Нәтижеде ақаулар расталмады. Тексеру барысында бағдаршам қондырғысы барлық техникалық жұмыстарға сай екенін хабарлады басқармадан. Ведомстводағы атап өткендей, баспасөз табло жұмыстарын атаулар туралы ақпарат қайта пайда болды. Кейін барлық толболарды, қиылыстарды бөлшектеп, сынықтарын тексеріп, жөндеу зертханаларында сынап тексеріліп көрілді. Нәтижеде ешнәрсе анықталған жоқ. 3 жұмыс күнінің ішінде тестілеу ешқандай ақаулықтың анықталған жоқ екенін хабарлады. Қазіргі уақытта тестілеу нәтижесінің шығарылған жұмыстарының жасалған жабыр нәтижесінде кейінірек белгілі болатынын анықтады, деп атап өтеді Алматы қалалық мобильдік басқармасынан. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.